Тәуелсіз еліміздің тарихы Қазақ хандығынан басталды. Қасым хан хандықтың керегесін керсе, Хақназар жерімізді кеңейтті. Ат үстінде кең даламызды жаулардан қорғаған батырларымыз көп болды. Бабалардың ерлікке толы жолын жалғап, біртуар тұлғаларымыз Алаш ордасын құрды. Ыбырай атамыз мектеп салып, балалардың сауатын ашты. Ата заңымыз, желбіреген көк байрағымыз, айбынды әнұранымыз, қастерлі ел таңбамыз бар. Бүгін біз жаңа Қазақстанның перзентіміз, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен биыл балалар жылы. Жарқын болашақ біздің қолда. Қалайсыңдар, достар? Эфирде өздерін сағынап күтетін сіз білесіз бағдарламасы. Жаңа күнде қайта жүздестік, достар. Бәріне сәлем. Алима, танымал ағаларға барған сайын өзімді министр сияқты сезінетін болыппын. Дұрыс қой. Абай атамыз болмасан да ұқсап бақ деді емес пе? Оларға ұқсасақ, жаман адам болмаспыз. Достар, сендер де бізбен бірге болыңдар. Үлкендерден үйренеріміз көп. Енді аңдатпаға кезек берейік. Ешқайда кетпеңдер, достар. Тегі сізге ұқсайтын тағы бір министр бар. Сіздерді шатастырып отыра ма, әлде жоқ па? Туу туралы куәлік қанша уақытта дайын болады? Міне, бүгін база бойынша өтініштер Егов арқылы келеді. Алима, сен менің орныма отыр. Айбар, сен қасында отыр. Тәуелсіз Қазақстанның тарихында бір әйел ғана әділет министрі болған. Сол кісінің жолын саған берсін, сен де бір Құда қаласа бір министр боларсың. Ал кәні қараңдар. 1, 2, 3. Алима, елімізде партиялар құрылып жатыр ғой. Иә. Өзімізде бір партия құрып алайымыз. Партия. Онда оқушылар партиясын құрайық та. Достарымыз көп. Иә, бірақ оған көп адам керек қой. Оны әділет министріне сұрау керек. Ендеше кеттік. Ассалаумағалейкум, Қанат аға. Уағалейкум салам. Сәлеметсіз. Сәлематсыз. Қалыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Өздеріңіз қалдарыңыз жақсы. Жақсы. Иә, керемет. Мен атым Айбар. Менің атым Алима. Мен Қанат Сергейұлы Мусин, Қазақстан Республикасының әділет министрімін. Танысқанымызға қуаныштымыз. Мен де өте қуаныштымын. Қош келдіңіздер, жоғаршыңыздар. Қош келдік. Сіздің әкеңіздің аты Сергей, сол есімі оған қалай қойылған? Әкем соғыс уақытында дүниеге келген. Өткен ғасырдың 42 жылы. Ол кезде әжемнің үйінде Ресейден эвакуацияға келген адамдар тұрған. Әкем туғанда сол кісі кіндігін кескен ғой. Сонда қолын алып айтқан, ол қандай әп-әдемі бола, үлкен екен, мен Сергейім сияқты деп. Сонда әжем айтыпты, Сергей болса, Сергей болсын. Сергей бол. Иә, бұлай әкемнің аты Сәкен. Құжаттары бойынша ол Сергей. Қанат ағай, әділет министрлігі жалпы немен айналысады? Әділет министрлігі жалпы заңмен айналысады. Ол біріншіден заң шығару жұмысты қамтамасыз етті. Бүкіл құжаттарды біз тексереміз, сараптама жасаймыз, дайындаймыз. Сосын біздің келісіммен сол құжаттар парламентке кетеді, қабылдаушы. Содан кейін жаңа сот шешімдерін орындау жұмысы. Бізде сот орындаушылар бар, өз департаменттерімізде, облыстарда және жеке сот орындаушылар бар Қазақстанда. Олар жаңағы сот шығарған, басқа органдар шығарған атқару документтерді атқару жұмысымен айналысады. Содан кейін тіркеу жұмысы. Адам туғаннан бастап тіркеліп, содан кейін ол өскеннен кейін жылжымайтын мүлігі болады, ол тіркеледі. Сол тіркеу жұмыстың бәрін қамтамасыз ететін әділет министрлігі. Егер министр болып кетсем, 6 құрлық пен 4 мұхиттың үстіне әділет сарайын тұрғызамын. Сарайға кірген дүние жүзінің тұрғындары әділ әрі бақытты өмір сүреді. Егер мен әділет министрі болсам, алтын балық ұстап алып, оған әлемнің барлық елінде бейбітшілік орнат деп тапсырма берер едім.
Ал мен болсам, бір-біріне жеткен адамдарды достастыратын пойыз жасап шығар едім. Оған кірген адам веренішін ұмытып кетеді. Ал мен қыз жолына смарт қала салып, сол жерде барлық балаға 1 минутта туу туралы куәлік жасап беремін. Мен министр болсам, жер шарын бір күнге роботтарға беріп, қолына сиқырлы шар ұстатар едім. Олар шарлармен шөлдерді жасыл далаға айналдырып жібереді. Мен министр атансам, достарыма әлемнің кез келген еліне тегін баратын құжат жасап беремін. Ал мен ертегідегі сақ құлаққа сиқырлы жүзік жасатып, ата-анасын таппай жүрген ұлдар мен қыздарға көмектесемін. Сіз білесіз бе, биыл әділет органдарының құрылғанына 30 жыл болды. Осыған орай, министр сала мамандарын марапаттайды. Иә, соған біз қазір куә боламыз. Кеттік. Кір. Салтанатты мерекемен құттықтауға Қазақстан Республикасы Әділет министрі Қанат Сергейұлы Мусинді шақыруға рұқсат етіңіздер. Құрметті әріптестер, қадірлі әділет органдарының ардагерлері мен бүгінгі біздің қонақтарымыз. Әділет органдары қызметкерлерінің күні бұл заң қоғамдастығы өкілдерінің заңның әр әрпі мен рухына қызмет ететіндерді сөзбен және іспен құқық үстемдігін бекіте отырып біріктіретін мемлекетімізбен азаматтық қоғамды дамыту бойынша күн сайын күрделі және жауапты міндеттерді шешетін мереке. Мен баршаңызды осы үлкен мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Это наши маленькие гости Алима и Айбар. Параллельно с нашим мероприятием проходят съемки с «Изблесви», где показывают один день министра. Мы все стали непроизвольными участниками данной программы. Это ведущие программы с «Изблесви» на ТРК «Ждет». Ал, кіріңдер болар. Сәлеметсіз бе? Біз қай жердеміз? Айбар, біз азамат хал актілерін тіркейтін бөлімдеміз. Сонда осы жерде қандай жұмыстар атқарылады? Бұнда бүкіл адамның туынан бастап өмірінде болған жағдай бәрі осында тіркеледі. Мына кісі Раушан Қабдылхамид Назарирова бұл бөлменің басшысы. Бала туғанда оның бірінші негізгі құжаты туу туралы куәлігі. Ол осы жерде беріледі. Кейін біз барып көреміз қалай жағы базаға енгізіп, сол дайын құжат қалай принтерден шығады, соның бәрін көресіңдер. Содан кейін, мысалы, 2 жас жанұясын құрады. Ол да осында тіркеледі. Біз тура сәтіне кеп біз 2 жас семья құрып, қазір осында тіркелуге келді. Біз соған қазір куә боламыз. Сәлеметсіздер ма? Жас жұбайлар мына жерге өтіргеніңізді сұраймын. Бұл сіздердің өзара келісімдеріңіз бойынша сіздердің некелеріңіз тіркеледі. Мына жерге қолдарыңызды қоюларыңызды сұраймын. Құрметті Азамат пен Карина, бүгінгі сондай мерекелі күніңізбен құттықтаймын. Отбасыңыз мықты болсын, бақытты болыңыздар. Мынау бірінші сіздің отбасыңыздың құжаты құтты болсын. Сіздерге бір сұрақ қойсам болады? Қандай сезімдесіздер? Қобалжып ішінде бұл ғажайып күн. Өз өзімді сондай Ең ерекше күн, бақытты. тұр. Мен үшін қуаныштымыз. Достар, біз қазір Әділет министрлігінің тағы бір мекемесіне келдік. Иә, достар, бұл жердің қызметін министр өзі бізге айтып береді. Иә. Бұл балалар Әділет министрлігінің сот сараптама институты Астана қала бойынша. Бұның жұмысын қазір көрсетеміз де, сіздерге айтып береміз бәрін. Кеттік. Кіріңіздер. Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіз бе? Айбар, Әлима, бұл жерде Бақытхан ағаларыңыз сарапшы, сараптама жүргізеді. Қандай сараптама? Мысалы, өздеріңіз білесіздер ғой. Қылмысты ашқанда біз қылмыскердің қол ізін іздейміз. Өйткені әр адамның қол іздері бөлек. Қайталанбайды. Қараңызшы, саусақтарыңыз басын. Ол көрінбесе де әрбір затта адамның қолы қалады. Бір затты ұстаса, қолын тигізсе, іздері қалып қояды. Іздерді біз тауып,
сосын зерттейміз да қалдырған адамның жаңағы нелерін салыстырып өздерінің қол іздерін, сосын ол кісі ма ол кісі емес пе деп белгілі болады. Мына баққан ағаларыңыз қазір көрсетіп берді қалай жасайды екен. Өздеріңіздер қалдырасыңдар ма? не қылсын ол? Былай ұстасаңдар. Көрдіңдер ма? Ештеңе көрінбейтін сияқты, иә? Оны енді табу үшін мынандай порошок. Ол рубин деген. Мына жерде сажа деген. Сонымен қолданып қазір табамыз сіздердің. Қай жерге қалай қалдың? Порошок тұрған, ондай кисточка болмайды. Көрдіңдер ма? Біреу жай кисточка сияқты, анау магнит. Бұл да жай емес, бұл колонковый кисточка, беличий бұл. Мына енді магнит. Магнитный порошок. Магнит. Магнит бүкіл порошокты жинайды ма? Кисточка сияқты. Былай неткенде, қане? Көрмеді? Не, өздеріңіз. Қадир кетті. Не. Болды ма сосын қарап? Жоқ, болмайды. Оны енді фиксировать етеміз. Мынандай жөңкі болады. Көрдіңдер ма? Порошок қоңыр ғой. Иә. Ол қара пленкада көрінбейді. Ол үшін ашық пленка мынандай. Ақ пленкамен қолданамыз. Сарапшы қолына перчатка киіп жүреді. Өзін қалдырмау үшін. Тұрмау керек. Саусақ ізін анықтау қанша уақыт кетеді? Оған енді біраз уақыт керек. Бұны алғаннан кейін. Қараңыз қалай алынады. Мынау пленка үстінен жабыстырылады. Сонда сол қолдың ізі пленкаға көшіріледі. Бетін жабамыз. Одан кейін бұл сканерға кетеді. Сканердан кейін кодировкаға, электронный обработкаға. Сосын іздеп қылмыскер табылады солай. Балаларда партия құралады ма? Мысалға, оқушылар партиясы. Ол жақсы сұрақ. Бірақ та балалар өздері партия құра алмайды. Өйткені заң талабы бойынша партияны тек қана кәмелетке толған азаматтар құрылады. Сізді президент Қасым-Жомарт Тоқаев тағайындады. Сол кезде сізге президент не айтты? Әрине, ол кісі маған бірнеше тапсырма берді. Ол тапсырмалар біріншіден халыққа заң көмек көрсетуін, қамтамасыз етуін, дамуын, сондықтан заң шығару жұмысты өзгертіп, оның сапасын көтеруге, үшіншіден сот шешімдерін орындаудың дәрежесін көтеру керек деп сондай тапсырма қойған. Біз оған қазір оны орындауға тырысып отырмыз. Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін медальмен Зағипа Якианқызы Балиева. Апай, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Сізді бүгінгі мерекеңізбен құттықтаймыз. Менде сізге бір сұрақ бар. Осы салада неше жыл жұмыс істейсіз? Осы салада 4 жыл жұмыс істедім. 4 жыл? 4 жыл. 2005 жылы жұмысымды бастадым. 2009 жыл парламентке депутат болып кеттім. Осы министр берген марапатыңыз құтты болсын. Рахмет. Ал енді 30 жылда ең маңызды жұмыстар туралы айтсаңыз? Ең маңызды өзім үшін халыққа қызмет көрсету орталықтар. Оны біз бастадық. Құжаттың бәрін дайындадық. Орталықтарда аштық. Соң кейін, қараңызшы, бүгін бәрі ел сол орталыққа барады. Сен де жаным министр бол. Жақсы оқы, жақсы оқысаң, заңгер бол. Бірақ мен өзім тілейтін саған, министр болшы. Біздің мемлекетте жалғыз мен әйел министр болдым. Енді сен бол жаным, иә? Жақсы. Сен де министр бол. Бір министр бол сен де, иә? Міне көрдіңіздер ғой өздеріңіз. Мына медициналық анықтама ол біздің базаға түседі. Сол кезде баланың бүкіл мәліметтері шығады. Туған, уақыт шеккен, салмағы бәрі көрсетіледі. Содан кейін біздің базада сәйкестендіру бойынша мына жерге баланың аты жөні беріледі, ата-анасымен. Сол бәрі бізде SMS сообщение солай келеді. Сол кезде біз мына жерде әке-шешесінің ин бойынша, ЖСН бойынша мәліметтер әке-шешесінікі толтырылады өзі. Туу туралы куәлік
қанша уақытта дайын болады? Міне бүгін база бойынша өтініштер егов арқылы келеді. Біз оны бір күнде жасамыз. Бір күн, жұмыс күнінде куәлік жасалынады да. Содан кейін сразу оны цонға жібереміз. Цоннан барып ата-анасы алып кетеді. Күніне қанша куәлік табыстайсыздар? Күні 70-100-ге шеке, 120-дан асып кетеді сондай. Бәрі автоматты түрде жасалады қазір. Бұрын осындай куәлікті алу үшін ата-анасы осында ЗАГС өздері келетін болатын. Құжаттарды тапсырып, сонымен 5-7 күн өтетін құжаттарды алу үшін. Қазір егов арқылы бәрі жылдам, тез, оңай. Алима, Айбар, біз мына криминалистикалық зерттеулер зертханасына келдік. Бұнда нағыз қылмыс ашумен айналысатын сарапшылар жұмыс істейді. Соны көрейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз ба? Бұл жерде бас сарапшы Анар Габдуллина қазір өзіміз істеп жатқан жұмыстарымыз туралы сіздерге айтып береді. Біз енді осы жерде жасанды документтерді зерттейміз. Енді сіздердің көрсетейін, мына жерде жасанды біздің 10 мың теңге. Сонда 10 мың теңгемен 200 теңге қосып тастаған ба? Иә, екі қағазды ортасынан жаңа қосып, жаңағы жасанды түрінде принтермен шығарған ғой. Соны бізде деп атамыз қазір. Осылай видео мониторға шығарамыз. Үлкейтуге болады мұны. Апай, осы жалған ақшамен шын ақшаны қалай ажыратамыз? Қандай белгілермен бірге? Міне бірінші қағазына қараймыз. Көріп тұрсаңдар, мына жерде ақшыл түспен көрініп тұр. А мына жерде көрінбейді. Мына қарайып тұр қағаз. Ол да бірінші жалған екенін көрсетеді. Міне әр түсті болып тұр. Мынау жасыл болып тұр. Мына жерде сары болып тұр. Сосын қарасаңыздар, защитные нити дейді міне. Жан-жақты. Мына жерде өте көп. Бұл бұға имитация дейді. Имитация жасаған жасанды ақшада. А мына жерде қарасаңдар, бұндай емес, бұндай көп емес. Мынау слишком жарық болып тұр, цветі, қызғылт. Мына жерде жасыл түсті болып тұр. Осы жерде көрмейді. А мына жерде даже көрінбейді. Жоқты. Сондай салыстырып көреміз. Мына балалар осындай зерттеудің көмегімен қылмыстар ашылады. Сондықтан сарапшының жұмысы өте қызық. Өте қызық, бірақ та өте жауапты. Өйткені бұл кісінің айтқаны дұрыс болу керек. Шын болу керек. Тегі сізге ұқсайтын тағы бір министр бар, ол Бағдат Мусин. Сіздерді шатастырып отыра ма, әлде жоқ па? Енді жай фамилиядан айтса, әрине шатастыруға болады. Жай Мусин десе шатастыруға болады. Бірақ та біз енді бір-бірімізге құсамаймыз. Бұлай қарасақ, адам шатастырмайтын сияқты, өйткені айырмашылығы көрініп тұрады. Қанат аға, осы жұмыстан кейін сіз не істейсіз? Хоббиіңіз бар ма? Сурет түсіруді өте жақсы көремін. Мұнда мен жасаған фотолар бар. Оны қарауымызға болады. Бұл кейде келе жатқан жерде көргенде түсіре салған фотолар бар. Ол қай жерде? Бұл мен үйім қасында жаңбыр біткеннен кейін аспан ғой. Көрдің бе? Екі радуга болып тұр. Бірінші, екіншісі. Бұны мен неде түсіргім? Америкада сапарда болғанда сонда түсіргім. Ал мынау сіздің үйіңіздің қасында, Бұл фотоның қызық жері, көрдіңіз ба? Тау сияқты болып тұр. Бірақ та біздің жақта тау жоқ қой. Аслында жоқ. Бұл бұлттың несі жиналған түрі сол тау сияқты көрініп тұр. Жақсы кадр шығу үшін не істеу керек, әлде бір жаққа арнайы бару керек па? Ең негізгі жақсы кадрды шығару үшін шабыт керек. Шабыт? Шабыт. Екіншіден кейде қазір осы отырған жерде кездесе қалады. Немесе әрине арнайы бір әдемі жерлерге шығып, сол жақтан да түсіруге болады. Міне менде кабинетімде әдейі фотоаппарат тұрады. Кейде бір жақсы кадр болса, сонымен түсіре саламын. Ағай, енді өз фотоаппаратыңызбен, өз қолыңызбен бізді естелік фотоға түсіріп жібересіз бе? Әрине түсіріп жіберемін. Рахмет. Алима, сен менің орныма отыр. Рахмет. Айбар, сен қасында тұр. Тәуелсіз Қазақстанның тарихында бір әйел ғана әділет министрі болған. Бұған қазіргі кезге дейін. Сол Загипа Балиева. Сол кісінің жолын саған берсін, сен де бір Құда қаласа бір министр боларсың. Сөйтіп түсірейік. Жақсы. Ал кәні қараңдар. 1, 2, 3. Ай, тамаша болды. Береке құтты болсын.
болсын. Рахмет, балалар. Қанат ағай, сіз үшін мереке қалай өтті? Мен үшін жақсы өтті. Өздерің ұнады ма? Керемет өтті. Бізге де ұнады. Қонақтардың бәрін көңілі тола, көрдіңіздер ма? Бұл енді үлкен мейрам, үлкен мереке, 30 жылдық деген. Сіздер қонақ болғаныңызға біз де қуаныштымыз. Осылай келіп тұрыңыздар. Алима, Айбар, сендерге 2 кітап. Бұл ұлы Абай атамыздың қара сөздері дейді. Бұны бір оқысаң, былай түсінесің, екінші оқысаң, басқаша түсінесің. Өйткені әр оқығаннан кейін бұл сөздер ашылады. Сый жазуым бар. Құрметті Алима, ұлы ақын. Күнде де жаз қойғансыз. Мен өзім жаздым. Ұлы ақын, дана ғұлама Абайдың ақыл, өнеге, өсиет, ғибрат сөздері рухани азық болсын деп. Рахмет сізге үлкен. Ол мәңгілік естелік болады ғой бізге. Біз полкаға қойып қоямыз деймін. Күнде оқып жүрем осыны. Естелік болсын. Рахмет үлкен. Естелік болады. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыздар. Сізге де рахмет. Тағы кездесейік енді. Әрине, жақсылықтан жүздесек. Рахмет болады. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Әлемде бақыт министрлігі болса, бізде әділет министрлігі бар. Ол біздің түзу жүріп, құқықтық сауатымызды арттыруға көмектеседі. Министр Қанат ағаймен жүздесіп, білмейтін біраз нәрсені біліп алдық. Ал партияны 18 жастан асқан соң құрамыз. Достар, бізді келесі бағдарламада күтіңдер. Сау болыңдар, достар. Келесі кездескенше. Сау болыңдар!